Мына көріп отырған картада жалпы Қытай Халық Республикасындағы халық санына байланысты әрбір жеке провинциясына байланысты адамдардың шоғырлануы көрсетіліп отыр. Көре кетсек, көбінесе қытайлар негізінде Қытайдың шығыс аймақтарында көп тұрып жатыр. Яғни миллиардтың көп бөлігі, 95% деп айтуға да болады, осы шығыс жақтарында мекендейді. Алайда мына жерлерде, мысалы Моңғолия, ішкі Моңғолия, Синьцзян, Ұйғыр ауданында, Цинхай, Тибеттерде, жалпы осы жерлерде адамдар өте аз. Мысалы Қазақстан сияқты жерлер ғой. Кішкене сәл адам азы көп болса, бірақ та негізінде ондай қатты айырмашылықтар жоқ. Алайда бір қауіп төндіреді, бізде фобия орналасқан, ойбай, мынау миллиардтаған халықтардың бәрі Қазақстанға барып көшіп алады, ойбай, сұмдық болады дейді. Жалпы бір сұрақ қойылады да, неге ол өздерінің бос жерлері бола тұрып, осы бос жерлерге не көшпейді осылар? Жалпы жауап ретінде, мынау шығыс аймақтарында жалпы жалақы жақсы, жағдай жақсы, көп адамдар жақсы жерлерге тұрғысы келеді. Мынау Синьцзян сияқты, мынау ішкі Моңғолия деген сияқты аймақтарға бармайды. Мың жерден бос болса да барғысы келмейді көбісі. Жалпы жасыратын еш нәрсесі жоқ. Өзі мемлекеттің өзі бөліп жатқан гранттары бар, осы жерге бос жерлерге шоғырланып жатқан адамдарға ақша береді. Соған қарамастан көп қытайлар бұл жерге тұрғысы келмейді. Бұл бірінші фактор. Яғни Қазақстанды айтпай қояйын, Қазақстанға өту үшін 10 есе қиын Қазақстанға баруды. Екінші фактор, осы Қазақстан туралы, шекаралас бола тұра Қазақстан туралы көп қытайлар біле қоймайды. Осы жақында біздің Димаш Құдайбергеновтың өлең айтқаннан кейін барып қана қытайлар Қазақстанның бар екенін біле бастады. Одан бұрын көп қытайлар білмеуші еді. Қазірдің өзінде ондай қатты біле қоймайды. Үшінші фактор, ол егер осы қытайлар өзінің негізі жақсы жерлерді таңдайды, көбінесе шетелге көшкісі келсе, ол жалпы жылы аймақтарды қарастырады. Мысалы Сингапур, Малайзия деген сияқты мемлекеттерді, әлде дамыған мемлекеттерді, мынау Америка сияқты. Төртінші фактор, мынау жалпы жалақыларға сүйенетін болсақ, мынау Қытайдың шығыс аймақтарында жалақы әлде қайда үлкен, мынау Қазақстаннан қарағанда. Сол себепті ол фобия орналасқан. Мына мысалы келетін болсақ, мынау жер көп қытайларды өзінің бос жатқан. Ол жерге қатты керемет қызығып жатқан оларда жоқ, шын айтса. Мемлекет қызығып жатқанша, бірақ та халқы барғысы келмейді дамымаған аймақтарға, мысалы мына аймақтарға. Қазақстанға бару оңай емес оларға. Барғысы келсе де, барғысы да келмейді. Жалпы мынау Синьцзян Ұйғыр автономиясын алып қарайтын болсақ, жалпы тығыздығы, мысалы қарап отырсаң, халқы 21 миллион халқы бар. 21 миллион халқы бар. Соның 45% ұйғырлар. Мысалы 45% ұйғырлар. Жалпы население дегенге барып қарайық. Не ұйғырлар дейік. Ұйғырлар бірінші орында, қытайлар екінші орында 40%, үшінші орында қазақтар екен. Жалпы осында миллиард халық бола тұра неге осы жерлерге барып алмайды? Сондай сұрақ қойылады. Енді жалпы ондай бір қауіп болса да, бірақ қауіп бар шығар, бірақ та ондай қатты керемет қауіп жоқ. Мынау көбінесе біз көбейтіп айтқысы келетін адамдар көбейтіп айта береді. Бар шығар, енді оны білмеймін, бірақ та көпіртіп айта береді. Екінші